Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз әртүрлі жең түрлері және де жеңді модельдеу. Жалпы жең киім тігудегі маңызды кезеңдердің бірі болып табылады. Бұл процесс киімнің сыртқы түрін, ыңғайлылығын және беріктігін анықтайды. Жең киімнің иық бөлігін байланыстыратын бөлік, сондықтан да оны дұрыс және де мұқият тігу өте маңызды болады. Ыңғайлылық: дұрыс тігілген жең қозғалысқа кедергі келтірмейді. Адам қолын көтергенде немесе қозғалғанда киім тартып, ыңғайсыздық туғызбауы керек. Яғни адам киімді киген кезде өзін сенімді, айнаға қараған кезде еш жері тартпай, кеуде бөліктері дұрыс орналасуы керек. Жалпы жең конструкциясы бойынша 3 үлкен бағытқа бөлінеді. Біріншісі, орысша айтқанда цельнокрайонный рукав. Қазақша бізде тұтас пішілген жең. Тұтас пішілген жең кеуде бөлікпен жең бөліктің конструкциясы бойынша тұтас пішіліп, бірге қосылып тігіледі. Яғни, мына жақта иық бөліктен бөліп тұратын бізде сызық болмайды. Бұл жең көбінесе кимоно жеңдерге айтамыз. Келесі жең түріміз бізде реглан жең. Реглан жеңдің ерекшелігі: мойын айналымы бізде 2 бөлікке бөлінеді. Жартысы иық бөлімге кетеді, жартысы кеуде бөлімді ажыратып тұрады. Міндетті түрде қолтық бойынан бізде сызық, яғни конструкциялық сызық түседі. Осы сызықты бөліп тұрады реглан жең. Мына жақта көрінбейтін тігіс бар. Бұл иық бөлікті 2-ге бөліп тұрады. Міндетті түрде бізде иық бөліктен қырқылып, пішіліп шығарылады. Бұл киімді біз реглан жең деп айтамыз. Келесі жең бізде вточной рукав. Вточной рукавтың қазақшасы қондырма жең. Қондырма жең дәстүрлі жеңдердің бірі болып табылады. Қазіргі таңда ең көп қолданысқа ие жеңдердің бірі. Кеуде бөлік пен иық бөлік бізде жең акатымен біріктіріліп, қосылып, тігіліп шығарылады. Сонымен қатар жеңдердің атаулары бар. Жеңдер фасондарына, модельдеріне қарай атаулары да өзгеріп отырады. Мысалы, мына жақта қарасаңыздар, колокол жең. Қазақша айтқанда қоңырау жең. Иық бөлігі қынамалы болып келеді, білезікке қарай сәл ғана кеңейеді. Келесі жең, жаңа алдыңғы презентацияда көрсеткенде реглан жең, мойын бөлікті бөліп тұрады. Келесі жең бізде бишоп. Бишоп жеңі фонарик жеңге кішкене ұқсас болып келеді. Тек қана білезіктен бізде шамалы сборкасы, бүрмелері бар. Келесі жең пелерина жеңі деп аталады. Бұл жеңнің ерекшелігі: шынтақтан бізде разрез түседі. Келесі жең бізде разрезбен, яғни мына бөлікте бізде тігіс бар, ойынды бар, яғни иық бөлігінен ойылған жеңді айтамыз. Келесі жең кимоно жең. Бұл жеңнің ерекшелігі тұтас пішілген, яғни қарасаңыздар, мына жақта ешқандай тігісі жоқ. Келесі жең бізде мэри жеңі. Бұл жеңнің ерекшелігі бірнеше қатпарлардан тұрады. Әрбір қатпарда бізде бүрмелер беріп, резина арқылы біріктіріледі. Келесі жең бізде поэт жеңі. Поэт жеңіде кішкене бүрмелері, білезіктен бүрмелері берілген. Келесі жең бізде ең көп қолданыста болатын фонарик жең. Фонарик жеңнің ерекшелігі: иық бөліктен және де білезік бөліктен киімді модельдеу бойынша бүрмелер беріліп, резинкамен қапталады. Келесі жең бізде вточной қондырмалы жең. Жаңа бірінші слайдта айтып өтілгенде ең көп қолданыста футболкаларда, рубашканың иықтарында көптеп кездеседі. Енді студенттерімізге тапсырма өлшем алу. Әрбір студент өзінің
иықтан бастап білезікке дейінгі қолын өлшейді. Екіншісі, қолдың ең жоғарғы бөлігін, яғни қолтық тұсындағы қолдың ең жоғарғы бөлігін өлшемін алады. Және де үшінші өлшем білезік айналымын өлшеп, ол қанша сантиметр болғандың бәрін дәптерге түртіп жазып қоясыздар. Сонымен қатар базалық жең өлшемнің конструкциясын жасаймыз. Оны кәдімгі дәптердің қағазына, немесе түрлі түсті қағазға, немесе ақ параққа жасасақ болады. Өткен тақырыптарды түсіндіргендей 4:1 өлшемі бойынша аламыз. Ең бірінші болып дәптерге біз жеңнің ұзындығын қоямыз. Әркімнің жеңінің ұзындығы әртүрлі. 44-46 размердегі қыздарда 58 болуы мүмкін. 42 размердегі қыздарда жеңнің ұзындығы 50 см болуы мүмкін. Енді қарапайым жеңнің базалық конструкциясын құрастырып болғаннан кейін мынандай ерекше жеңнің конструкциясын немесе модельдеуін шығарып аламыз. Бұны шығарып алу үшін бізге 4:1 өлшемді дәптерге алып, оны шынтаққа дейінгі өлшемін аламыз. Яғни иық бөліктен шынтаққа дейінгі ғана өлшем керек. Жеңнің конструкциясын біз жеңді қақ ортадан бөліп алғанда бізде қолтық боймен мына бөлікті теңдей екіге бөліп аламыз. Бізде қарасаңыздар теңдей мына жерден екіге бөліп алғанда бізде 3 бөлік шығады. Тура солай шынтақ бөлікті де бірдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Яғни сызықты осылай қисығынан бір рет және де екінші рет қаламымызбен сызып аламыз. Жоғарыға қарай разрезді беріп алдық. Енді мына жақтан разрез бергенде мұқият мына жерден 1 мм, мына жақтан 1 мм міндетті түрде қалу керек. Егер қалмаса, мына үшбұрыш сияқты жекелей өзі бұрышқа шығып кетеді. Енді бізде мына үшбұрыш керек жоқ. Бұны тастасаңыздар да болады. Бізге ең маңызды бөлік иықтың, жеңнің үсткі бөлігі. Тура осылай көрініске ие болады. Мұна қырққаннан кейін жеңіміз бізде ашылады. Осы қырқып алған кесіндімізді дәптердің парағына немесе түрлі түсті қағазға қағаз клей көмегі арқылы біз жабыстырып шығарып аламыз. Бізде барынша мына 1 мен 2-ге бөлген бөлігіміздің ашылғандағы жеңіміздің бөлігі бірдей сантиметрде, бірдей ара қашықтықта болуы міндетті. Мына қараңыздар, біз қағаз клеймен жабыстырып, жеңнің бұрыштарын әдемілеп қырқып алып шықтық. Және де жеңнің астқы бөлігі тура осылай үшбұрыш көрініске ие болады. Бұдан шошымаңыздар, себебі бұл жеңді мына жердегі складкаларын бірге қосқаннан кейін тегіс көрініске ие болады. Келесі бізде қараңыздар, жеңге мына жерде ешқандай бізде тілік жоқ, тек қана складка беріп шықтық. Қараңыздар. Енді соңғы көрінісі бізде жеңіміз тура баяғы фасондай осындай әдемі көрініске ие болады. Міне қараңыздар, бізде ерекше фасонды жеңіміз дайын. Оң жақ бөліктен складка берсеңіз де болады, мына жақ бөліктен де складка берсеңіз де болады. Енді бұл складка бізде талғамға қарай өзгеріп отырады. Қараңыздар, бізде осындай әдемі жең түрі шығады. Студенттер, енді сіздерге тапсырма, әркім өзінің жеңінің шынтаққа дейінгі өлшемін алып, оны жаңағы конструкциясын жасап, разрезін жасап, модельдеуін жасап, тура осылай жең түрін 4:1 размерде шығарып, суретке салып, смарт нешінге жүктейміз.